Сәлем достар, сіздермен бірге жастар бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Османқұл Пакизат. Бүгін бізде қонақта болашақ актрисалар, қыздар. Есімдерің кім болады? Менің атым Мариям. Мариям. Менің атым Каусар. Каусар, қай жақтан келдіңдер? Мен ауылдан келдім. Шымкенттен. Шымкенттен, жастар нешеде? 7-де. Менікі 6-да. Құрманбек Данил. Мир. Мен жасым 8-де. Мен жасым 11-де. Айолым. Аруза. 17-де. 13-те. Шымкент қаласы. Шымкент қаласы. Рабия. Заңғар. Мирас. Зираем. Айша. Биба. Онда. Көңіл күй қалай? Керемет. Райхан. Айсұлхан, Айсұлтан. Онда. 8-де. Болашақта кім болғың келеді? Мен актриса болғым келеді. Актриса болғың келе ма? Мен жұлдыз болғым келеді. Түсу, киноға түсу. Кинодағы адамдарды көрген жақсы көрем, сол үшін мен де киноға түскім келеді. Актерлар өте қатты танымал болады, олардың табысы да жақсы болады. Киноға түсу. Актриса болғым келеді. Жұлдыз болу. Өзіме ұнайды бала кезімнен. Жан жақты болу ұнайды өзіме, сондықтан жұлдыз болғым келіп жатыр. Мен өзімді телеарналардан көргім келді. Неше түрлі киноларға, сериалдарға, фильмдерге қатысып, өзімді жан-жақтама көрсеткім келді. Барша халыққа танылсам деймін. Жұлдыз болғым келеді. Өзім осы киностудияны өте жақсы көрдім, сол үшін осы кастингке қатысуды шешім қабылдадым. Мен өз мақсатымды орындау үшін киноға қабылдануға және осы мақсатымды орындау бойында келдім. Мен ата-анамды өзім үшін емес, ата-анамды биіктен көрсету үшін, танымал болу үшін актриса болғым келеді. Тамаша, ал сенші? Ал мен актриса болғым келгені, менің достарымның көбісі осындайға қатысады, сондықтан араларында мен де танымал болып, өз ата-анаммен биікте көрінгім келеді. Өздеріңе ұнайтын актерларың немесе актрисаларың бар ма? Жалпы қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Маған Жездуха ұнайды. Жездуха, Ал болашақта киноға түсуге ұсыныс берілсе, кім болып ойнағыларың келеді кинода? Кинода кім болып ойнағың келеді? Әнші? Маған соғыс боевик жанрында. Күлкілі. Жақсы. Ал өздеріңе ұнайтын актер, актрисаларың бар ма? Бар. Маған Тоби Магуайр мен Том Холланд ұнайды. Барлығы ұнайды. Тамаша, жігіттер, егер сендерге дәл қазір киноға түсуге ұсыныс берілсе, кинода кім болып ойнайтын еді? Қандай рөл береді, соны ойлаймын. Менде қандай рөл емес. Қандай кинолардың жанры қандай? Особенно турецкий сериал. Қазақстандықтардан өте көп. Жиздуха. Аруза. Мен көбінесе дорама көрем. Ханде Демрел. Мен өзімдікі ұмытып қалдым. Өзімді ұмытып қалдым ба? Ол корейцтер ғой. Кореялар ғой олар. Егер де Жиздуха сериал қайтадан жаңа сериалын түсіргім келсе, Айжамалдың қайынсынысы болар еді. Мен басты рөлде болғым келеді. Басынан бастап негізі Мейрам киностудиясындағы фильмдер ұнайды. Атап өтсек, қандай кино? Есіңізде болса? Қазақша «Один дома» деген бар. Және «Арманға жетер жол». Мен көп фильм білмеймін, бірақ «Один доманы» білемін. Барлығы да керемет ойнайды өз рөлдерін. Мен үшін бәрі бірдей. Зомбикент. Жақсы. Ал болашақта өздеріңе киноға түсуге ұсыныс берілсе, кинода кім ойнағыларың келеді? Әнші. Көбінесе қорқынышты кинолар. Немесе кәдімгі кинолар да болады. Қорқынышты кинолар ұнай ма? Неге? Білмеймін. Ұнайды. Саған ше? Маған көбінесе мағыналы клиптер ұнайды. Яғни кинолар мағыналы. Тамаша. Ал арасында атап айтатын бір кино бар ма? Осы кино мен үшін үздік деп айтатындай. Бір кино бар ма? Жетім қыз киносы осы Мейрам киностудиясында түсірілген сол кино. Мен үшін үздік, және оны мен қатты жақсы көргенім. Мен үшін Жездуха. Корейский только. Мен Человек Паук. Мен басты кейіпкер. Мен де. Қазір мен сендерге бірнеше суреттер көрсетем, яғни түрлі эмоциялар. Ал сендердің міндеттерің сол эмоцияларды бізге естіп беру керек? Көрсету керек. Дұрыс айтасыңдар, көрсетіп, қайталап белгілерің керек. Ал кеттік олай болса, бірінші эмоция. Каусар, бұл не істеп тұр? Таң қалып тұр ма?
Келесі. Ашыланып тұр. Дұрыс айтасыңдар, ашуланып тұр. Айғайлақ шыққан. Шыңғырып тұр. Шыңғырып тұр ма? Бұл айғайлап тұр, иә? Көрсеңіз. Ренжіп тұр. Келесі эмоция. Шосып тұр. Келесі эмоция. Бұл қандай эмоция? Бұл не істеп тұр? Жарайды деген эмоция. Бұл жерде шок болып тұр. Қуаныш. Шынданып тұр ғой. Иә. Көре алмай қалған, иә? Иә. Көреміз. Әлде бұл жерде де қатты ашулы болып тұр. Жылап отыр, ренжіп. Мұңайып отыр. Мұңайып отыр. Иә. Жақсы, келесі. Нечен көрсете ма? Таңғалу. Аяғын жарайсың. Көзі шығып кетті бала. Аруза. Көрсете ма? Ал. Басқасын көрсете беріңізші. Өткете берейін ба? Nice. Все, Что? Ой, Что? Бұл не істеп тұр? Бұл да таңғалып тұр. Мәс. Бұдан да өткете берейін ба, Аруза? Бір эмоция өткете берейін, иә? Күшті, керемет, қуанып тұр. Көрсетеміз басынан. Жақсы, түсінді. Күшті. Ай, әттігіні. Аруза, көрсетпейміз ба? Бүгіндік эмоция ешқандай? Ашыланып тұр. Көрсетеміз. Неге? Айғайлау ма? Қандай? Ыза. Ашуланамыз ба? Таңғалып. Иә. Таңғалу. Қанғалу. Бұл не істеп тұр? Онай деп тұр. Ашуланып тұр. Көрсетеміз. Осы эмоцияны көрсетеміз. Қорқып тұр. Келесі эмоция. Күліп тұр. Анап тұр. Таңғалып тұр. Ренжіп тұр. Ренжіп. Тамаша. Келесі эмоция. Қорқып тұр. Ол не істеп тұр? Таңғалып тұр. Қайталап көрсетеміз. Келесі. Сабырлы. Ойланып тұр. Ой. Келесі. Шошып тұр ма? Иә, шошып тұр. Ашуланып тұр. Ашуланып отыр. Көрсетті. Эмоцияларың әртүрлі екен, түрлерің бірдей болған мені? Ойбай. Ойбай. Ал кет, көрсетейік. Вообще жынданып тұр. Көрсетейік. Жақсы. Келесі. Мынау вообще кетіп қалған ғой. Мынау вообще кетіп қалған ба? Қайқа кетіп қалған бұл? Бірдеңе білдірген ау деймін мына кезде. Кет. Көрсетейік. Тамаша. Мынау енді қуанып тұр.
Таңғалып тұр. Қайталаймыз. Дейді. Қуанды. Жынданды. Қатты ашылып тұр, е? Иә. Бірді етіп көрсетейікші осы эмоция. 1, 2, 3. Бұл да жынданып тұр ма? Иә. Көрсетеміз. Бұл да айқайлап тұр, е? Деп айқайлап тұр. Бұл өкпелеп тұр адамға. Мұңайып. Ренжіп. Көрсетеміз. Шош. Қорқып тұр адам. Бұл барлығына келісіп тұрған адам. Бәріне келісіп тұр ма? Бізге келген қонақтар бізге неше түрлі өздерінің өнерлерін дайындап келеді. Жаңа Кәусар айтып өтті. Мен тақпақ айтып беремін деді. Мен мұхатайып, матайыпты айтам. Мен оның түнін жем, күнін жем, ағынды өзен асқартау гүлін жем. Мен оның қасиетті тілін жем, мен оның құдіретті үнін жем. Бәр жәдігін сем, қыбырлаған, бәрім маған отан деп сыбырлаған. Жаным күйдемнен жарып, шықта бос торғайды оның шырылдаған. Отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Кто на свете все милее и теплом своим согрете, любит больше, чем себя, это мамочка моя. Тарылмасын жанаке тынысыңыз, тасый берсін әмәнді ырысыңыз, немереңнің келіні сәлем етіп, шөбереңнің қолынан су ішіңіз. Маша. Даниэл? Болмасам да ұқсақ бағық бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанды жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі балды ғылымға көңіл бөлсеңіз. Бұрынғы өткен заманда дін мұсылман аманда, үш шарбақты үш кентті ноға деген жөт өтті. Bir заманда болғанда ауыр дәулет мал кетті. Зарлықтың зар өтті, халқы жарлы болған соң, жігітінен әркетті, жап-жалаңаш жүрген соң, әйелінен әркетті, жұртта қыға мінбеген, түсті жерге жүрмеген, кірлі киім кимеген, Аллаға тілі тимеген, бес намазын қоймаған, бір құдайды ойлаған, қара басы хан болған. Абай Құнанбаевтың өлеңін айтсам, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деп. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпас боп мақтаңды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағынуға бойың еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңді сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Мен Сұлтанмахмұт Торайғұловтың мен қазақ деген. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атты аламын. Сүйгенім қазақ, өмірім өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын. Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл, Жайық арасын қоныс қылдым бірге жайып. Кімнің екенін, кімнің киім кигенін, кім құлақтан текенін, соңғысар сөзіне дегенмін. Тағы бір өлең бар. Айтамын. My feelings die, my feelings die. Қылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, құмалам шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге ғашық бол, адам болам десеңіз, тілеуім бол алдында. Мен Абай атамыздың Ескендір атты тақпағының үзіндісін. Айтып береміз ба? Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге, көз алартып қарады, оңды солды. Сұмдықпен ғаскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды, тұраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, Дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодам қылып, өкіметін қолына тартып апты. Ескендір келді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір қоймады, араны барған сайын қатташылып,
жердің жүзін алуға ой ойлады. Мен о ақтан жас атты өлеңін жаттап білдім. Тамаша. О ақтан жас, сен де жетер мекенсің, жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің, жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ере алмай, сол бойы кетер мекенсің, жапанға біткен жапырақ, жамысаң тоңар мекенсің, жазда шыққан білдірген, сұғынсаң тояр мекенсің, күрек түсін қасқайтып, сұлу сүйер мекенсің, бадана көз, тоғыз тор, сауыт киер мекенсің, бір білтеліні тұтатып, түтінін үзбей оқ атып, жау қашырар мекенсің. Жаздың жақсы күнінде жапырақтар сылдыр-сылдыр көлеңкесін жайып жерге көркін көріп көңіл өзіп, дала көркі бізде десіп, мақтанды кеп ерке желге. Қазақ деген халықтың баласымын, жаңасынан алмайтын данасының, айтқанынан шықпайтын әкесінің, бір сөзінде жықпайтын анасының. Олай болса, келесі кезеңімізге көшейік. Келесі кезеңіміз ситуация. Қазір мен сендерге бірнеше ситуацияларды айтам. Ал сендер барынша актерлық шеберліктеріңді көрсетуге тырысыңдар, иә? Мен сендерге қолдарыңа ине тығып алдым. 1, 2, 3. Мариям, қолыңа ине тығып алдым. На жеріне. Кәусар, на жеріне ине тығып алдым. Ине тығып алдым. Ауырып жатыр ма? Иә. Үйде мамаға көмектесеміз ба? Иә. Онда бір алма турап жатқандай, асханада алма тураймыз. 1, 2, 3. Сестер. Қолымызға сал. Ай. Ашып жатыр, қатты. Не істейміз, мама шақырамыз ба? Иә. Жақсы. Ал ит істеп ал. Аяқтан. На жерден. Аяғым. Қатты істеп ал. Бір шелек мұздай су. Сөрге. Шаш деп. Жарып қажасың ба? Жақсы ма? Иә. Басынан шашам. Тағы да бір шаш. Жақсы. Келесі. Иә. Қолдарында кофе тұр. Иә. Кофе. Туғыландық басымызге. Ыстық тіліміз күйіп қалды. Жақсы. Ал жолда келе жатып, аяқтарыңа шеге кіріп кетті. Шеге? Шеге. Ай. Не істейміз ол шегені кейін? Аламыз. Алмай тұрып. Демізді тастаймыз. Болды ма? Иә. Мен сендердің қолдарыңа кәдімгі ине тығып алдым. Айбай. Ауырды. Неге еттіңіз? Абайласаңызшы. Жақсы. Бүйтеге шықты. Мен қап тұрған жоқ мен ішінде. Ұшқа дейді. Бастан. Жай ердіңіз негіз? Жай ердіңіз ба? Иә. Қайнап тұрған темірден елестетейік, және соған байқамай қолымыз тиіп кетті. Сол кезде қолымыз күйіп қалады. И сол эмоцияны көрсетсек. Жоқ, қолымыз тигізді. Бұл қолымыз. Ауырып ма? Иә, ауырып жатыр. Келесі біздің сезінуіміз, ол аяғымыздың астында ағаш жатыр. Ағашта ұзын шеге қақылып тұр екен. Сіздер ештеңені ойланбай жүріп келіп барады. Сіздер емін еркін ештеңені ойланбай көшеде кетіп бара жатқан кезде
кенеттен аяғымызға жегіріп кетті. Сол кездегі аяғымыздың ауырып, қиналып жатқан сезінуімізді көрсетсек. Айбай. Аяғымыз қатты ауырып отыр ма? Иә. Шеген суға болады ма? Болады. Тез суға болмайды. Қазақстанда тұрған статуэтканы ыстық темір деп елестетеміз. Білесіңдер ғой, иә? Байқамай Ыстық алған сәт болды. Қатты аш жатыр ма? Иә. Ауырып жатыр ма? Иә. Не істейміз енді? Байлаймыз. Байлаймыз ба? Ал бір шелек мұздай суды үстірін шаш. Ой, үстім су болды ғой. Қолдарыңа ине тығылып. Беттеріңе шапалақ бер. Айбай. Бетің ауырмай ма? Бет ауыр көріп қой? Шынымен ұрып көрейін ба елей? Ойбай жоқ. Иә, көрсетейік. 1, 2, 3. Так, қияр турап көргенсіңдер ма? Иә. Елестетіңдер, алдарында тақтаға қияр турап отсыңдар, өткір пышақпен турап жатаңызшы. Пышақты дұрыстап ұстасай, пышақты бүйтіп айналдырасың ба? Кәдімгі пышақпен кесіп отқандай. Кесіп атамыз, өткір пышақ. И саусағымызды кесіп алдық. Алан алдарындағы столда екі бетте екі стакан тұр деп ойлаңдар. Бір стакан тұр. Ішінде мұздай су толы тұр. Сол стаканды ұстаңдаршы. Жоқ, не абдырылып жатсың? Кәдімгі стаканның суы бар, мұздай су. Ұстау бар. Төгілді ғой? Төгіліп кетті. Қисайтып алдың ғой, төгіліп кетті ғой су. Бір-біріміздің бетімізге шаш жіберейік. Ішіндегі суды. Давай, кет. Қастарында тұрған статуэткаларды бір ыстық қызып тұрған темір деп елестетеміз. Байқамай ұстап аламыз. Яғни сол сәтті көрсетеміз. 1, 2, 3. Иә. Қатты көрсетеміз. Барынша. Айхан, ауырып жатқан жоқ сияқты саған. Ал бір шелек мұздай суды үстілеріңе шашып жіберсе қалай болады? Көреміз, басынан 1, 2, 3. Мен шашып жіберемін сендерге бір шелек мұздай суды. Ал 1, 2, 3. Болды ма? Жаурамаймыз ба? Айдалада күн суық. Адасып қалдыңдар, қар жауып тұр. Үстіңізде жұқа киім. Адасып қалдым. Жағдай өте қиын болып тұр. Сол сәтті көрсекші. Жаурап тұрамыз, иә? Кәдімгі алаңдап тұрамыз. Қорқып тұрамыз, иә? Бет бір қам. Микрофонға абайла. Олай болса, мен айтайын жаңылтпаштарды. Ал сендер менен кейін тез қайталап беруге тырысыңдар, жай ма? Ал Кәусар. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қалпақ пен көк қалпақ. Тоз мұздай, мұз тұздай. Мариям, қайталаймыз. Тоз мұздай, мұз тұздай. Ақ шарбар, көк шарбар, көк шарбар. Ақ шалбар, көк шалбар, шалбар, көк шалбар. Доп теп, дөп теп. Топ теп, дөп теп. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық.
Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшық, шалшықтан балшық. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, шалшықтан балшық. Шаш сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шаш сары жасанды жасы 8-де, шашы жирен жасанды жасы 8-де. Сашаның. Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары шашы 8-де, шашы жирен. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Хақым хаташып отыр, хаташып шатасып отыр деген білдім. Сүрінгенге сүрінбе, сүрінгенге сұр үнбе. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшықтан алшық. Шаш сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шаш сары Шашаның да жасы 8-де, шашы сары шашы жирен жасы 8-де. Шашы сары Шашаның да жасы 8-де, шашы сары жирен Шашаның да шашы 8-де. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Хан баласы Ханзада, болып қашық Ханшаға. Хан баласы Ханзада, болып қашық Ханшаға. Хан баласы Ханзада, болып қашық Ханшаға. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып отырып, шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Қайталаймыз. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Тоз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, мұз тұздай. Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе. Мирас қайталаймын. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Ақ шар бар, көк шар бар. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сұр інген бе. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары Шашаның да жасы 8-де. Шашы жирен Шашаның да жасы 8-де. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де. Шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Әкім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Тамаша. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Тоз мұздай, мұз тұздай. Тоз мұздай, мұз тұздай. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Балшық, шалшық, шалшық, балшық, балшықтан ғашық. Шашық деген. Балшықтан алшық. Алшық. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Ақ шар бар, көк шар бар, ақ шар бар.
Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары, Сашаның жасы 8-де, шашы сирек, Сашаның да жасы 8-де. Айсұлтан айтамыз. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шашы жирек, Сашаның да жасы 8-де, Сашаның. Осымен біздің барлық тапсырмаларымыз аяқталды. Сендерге үлкен рахмет. Ал қыздар, ата-анамызды қаншалықты жақсы көреміз? Мен 100. 100% ба? Мариям? 100. Олай болса, біздің камераға қарап, бағдарламамызды пайдалана отырып, ата-анамызға сәлем жолдап, оларға өз алғысымызды білдірсек болады. Ал Мариям айта ғой. Құрметті анасым, әкесім. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздерге үлкен рахмет. Анашым, әкешім, сіздерге мың алғыс. Мені дүниеге әкелгендер үшін, маған тамақ таратып берген үшін сіздерге мың алғыс айтамын. Құрметті ата-анам, осы дүниеге мені әкеліп бағып жатқандарыңызға өте қатты рахмет айтамын. Менің сіздерге деген өзімнің қарызымды өтеу мүмкін емес, бірақ та оны өтеуге тырысамын. Құрметті менің ата-анам, мені бағып қағып дүниеге әкелгеніңіз үшін рахмет. Осы мейрамға да әкелгеніңізге өте рахмет. Сізге алғысым шексіз. Бүгінгі осы күнге келіп жатқан әрдайым қасымда ата-анама бірінші рахмет, алғысым шексіз. Осы күнге дейін мені өсіріп, мәпелеп, тәрбиелеп өсірді, 17 жасыма дейін рахмет. Мама, я тебя люблю. Сіз қасымда келіп отырсыз, мені көріп отырсыз. Сәлем жолдаймын осы мейрам студиясына, рахмет. Осы күнге телевизияда көрсетіп жатсыздар. Папа, люблю вас тоже. Өйткені сіз де мені қуанып жіберіп отырсыз осы жерге. Қызым әрдайым қолдап жүресіз. Спортта болсын, қай жетістікке жеткенім үшін қолдап жүресіз. Атам бар еді менің. Атам, мен де сізді жақсы көремін. Мені аяулым, өз шын атым аяулым, мені Боти деп еркелетеді. Боти деп еркелетіп, осы әрдайым қолдауын аямайды. Ата, рахмет сізге де. Анашым, сізге осы күнге дейін әлпилеп жақсы өсіргеніңізге мен сізді жақсы көремін. Әкешіме де рахмет. Осы мейрам киностудиясына түсетін кезімде әкешім бірінші рұқсатын берген еді. Рахмет әкешіме де, сіздерді жақсы көремін. Менің отбасым әрдайым маған қолдау көрсетеді. Кастингке келген кезде маған достарым, туысқандарым, бауырларым қолдау көрсетті. Және соларға рахмет айтамын. Мен ана әке-шешеме рахмет осы жерге жібергеніне. Мама, папа, сіздерге көп рахмет, кино студиясына алып келгеніңізге. Сіздерге көп алғыс айтамын. Тамаша, Зерай. Анашым, әкешім, рахмет, киностудияға алып келгендеріңізге. Маған қатты ұнады. Әке, ана, осы өмірге бізді алып келгендеріңіз үшін сіздерге мың рахмет. Біз сіздерді шексіз жақсы көреміз. Әкем, анам, сіздерге мың рахмет айтамыз. Сіздерге осылай бізді бақытты етіп өміріз, бізге осылай бақытты шақ сыйлағандарыңызға біз сіздерді шексіз жақсы көреміз. Анашым, сізге көп алғыс айтамыз, себебі бізді осылай бағып қағып арманымызды орындап жүрген, армандарымызды орындағаныңызға көп алғыс айтамын. Рахмет, анам мен әкем. Мен өстіп, үлкен болып өскенім сіздердің арқаларыңызда. Мен сіздерге алғысымды көп айтамын. Тамаша, біз де өз алғысымызды жастар бағдарламасының атынан ата-аналарыңа және сендерге білдіреміз. Осындай алтын уақыттарыңды бөліп келгендерің үшін рахмет. Бізге өз өнерлеріңді дайындап келгендерің үшін. Болашақта үлкен кинолардан көргіміз келеді сендерді. Әзірге қоштасамыз, мүмкін болашақта кездесіп қалармыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Егер де сіздің балаңыз бізге келгенін қаласаңыз, бізге хабарласыңыз, біз сіздерді күтетін боламыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.